қазақтың тілі мен ұлттық құндылықтарына құрметпен қарап дәріптеуге, дамытуға тырысып жүргендердің қатарынанмын. Бірақ қазір ұлтшылдар елді құлдырауға апаратын таяз бағытта жүріп жатқаны байқалады. Ұлтқа, тілге бөлінудің нәтижесінде елден мықты мамандар кетіп жатыр. Бұл бізге қандай кері ықпалын жасауда? Қарастырайық. Бұған ұлт жанашырларының да септігі бар. Мемлекеттік тілді білмегендерге қысым көрсетіп, мықты мамандардан айырылып, түбінде сауатсыз, барлық салада деңгейі төмендеген, яки тұрмысы артқа шегерген елге айналмауымызға кепіл жоқ. Бүгінгі таңда елде аса өзекті мәселелердің бірі энергетика саласы. Қазақстанның қысқы жылыту маусымына дайындалуы жыл өткен сайын қиындап барады. Өйткені жылу электр орталықтары мен қазандықтар қатты тозған. Жалпы энергетика саласында барлық өңірлердің жағдайы мәз емес. Тез шешімін таппаса, қуаттың тапшылығы, энергия өндіруші станциялардағы апаттар ел экономикасын ілгері бастырмай қоятын түрі бар. Бізде тек энергетикалық күйреу ғана емес, сонымен қатар осы саладағы кадрлық аштық бар. Қазақстандық сарапшылардың айтуынша, еліміздің жылу электр станцияларында 15 мың қызметкер жетіспейді. Ең қызығы, бұл көрсеткіш күн сайын өсуде. Күні кеше елімізде суық түсе сала бірден Степногорск, Екібастұз, Балқаш, Ақтау, Атырау қалаларындағы коммуналдық апаттар орын алды. Әрине, апаттардың болуына себеп көп. Ол техникалық блокта айлықтардың бірнеше жылдан бері көтерілмеуі, штат санын арттырмауы, барлық жүктеме бар жұмыскерлерге артылғаны, құзыретіне қарамастан бәке-сәке арқылы туыстарды жұмысқа орналастыру, басшылыққа есепті әдемі презентациямен рәсімдеп көрсете салу сияқты себептер. Дегенмен қайталап айтамын, мемлекеттік тілді құрметтемейтін, сыйламайтын, меңгеруді қаламайтындарды мықты маман болғанына қарамастан шектеу, оларды ұстап қалудың орнына елден кетулеріне септігін тигізу жоқ емес, бар мәселе. Нәтижесінде көптеген апаттар орнап, оны жөндеу жұмыстарына қазақстандық, бірақ өзге ұлт өкілі жұмылдырып жатқанын көріп отырмыз. Елімізде жаңа жылу орталықтары салынбақшы, яғни мамандар қажет болады. Бұл жерде ескеретіні бүгінде көшіп жатқандардың басым бөлігі тәжірибелі мамандар. Экспресс курстарда шеберлер дайындалады деген әңгіме шыққан еді. Бар болғаны бір жыл ішінде олар толық дайын кадрларды шығаруға уәде береді. Мықты энергетикті бір жылда дайындап шығу мүмкін бе? Сұрақ. Түбінде тірелетін нәрсе білім беру саласындағы шенеуніктер жастарды техникалық мамандықтарға тарту жолдарын ойластыру керек. Айтпағым, қолайлы, тиімді жағдай жасау керек. Ал тілге қатысты ой, кез келген тілді сәтті дамыту, оны үйренуге және қолдануға оң мотивация жасау. Тіл қажетті, пайдалы һәм беделді болуы керек. Үгіт-насихат пен мәжбүрлі түрде үйрету мәселені шешпейді. Мемлекет тарапынан кәсіби қызметте мемлекеттік тілде сөйлейтіндерді ынталандырудың тиімді жолдарын жасау керек. Мысалы, мемлекеттік тілді меңгерген бюджеттік сала қызметкерлеріне сыйлықақы беру, жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған квота, мемлекеттік тілде мақала жазғаны үшін ғылыми қызметкерлерге арналған гранттар және тағысын тағы. Бұл ретте өзге тілді қауым өкілдерінің құқықтары мен мүмкіндіктерін шектемеу маңызды. Яғни тілді білмегені үшін айыппұл салудың орнына сөйлегені үшін марапаттау қажет. Басқа тілдегі білім беру бағдарламаларына тиіспей, мемлекеттік тілді меңгерген студенттердің саны артқан сайын ресурстарды біртіндеп қайта бөле отырып, мемлекеттік тілде жаңа бағдарламалар ашу керек. Міне бұндай қадамдарды жасап қана біз ел болып дамимыз. Алып қосарыңыз болса, видео астына комментарий қалдыра отырыңыздар. Келесі кездескенше.